Жақсы әріптестер, енді видеомызды қосып қойсақ, басқаларыңызға мына жақта Төлеухан, иә, сосын Боранбаев мектебі тағы да қосып қойсаңыздар видеоларыңыз. Енді айта кететін болсақ, жалпы өзім осы биылғы оқу жылының басынан қараша айынан бастап авторлық жұмысты қолға ала бастадым. Негізі қазіргі кездегі өзі жалпы таныстыра кететін болсам, өзімді аты жөнім Арман Жетпісбаев, тарих пәнінің мұғалімімін. Ахмет Байтұрсынұлы атындағы мектепте жұмыс жасаймын, Доскей ауылында. Енді бұл авторлық жұмысты өзім осы қараша айынан бастап алып едім. Осы кезде жалпы тақырып алу, соның барлығы бір мәселелер алдымда тұрды. Осыған байланысты мен тарихи тұлғаларды тарих пәнінде оқытудың әдістемелік құралын жазуды ойластырдым. Жалпы біз тарихта осы тұлғаларды қалай оқытып жатырмыз деген сұрақтар әрқайсымызды ойландырады. Осыған байланысты осы тақырыпты таңдап алдым. Енді жалпы бұл құралда жалпы білім алушылардың тарихи санасын қалыптастыруға және де тұлғалардың өмірі мен оның қызметін зерттеу арқылы сыни ойлау қабілеттерін дамытуға бағытталған. Бұл нұсқаулық оқытуды ұйымдастыруға, дерек көздерді пайдалануға, белсенді әдістерді қолдануға және білім алушылардың шығармашылық қабілеттерін дамытуға арналған. Сондай-ақ пәнаралық байланыс орнату және жетістіктерді қадағалау жолдары қарастырылған. Енді жалпы айта кететін болсақ, сабақтың құрылымын жоспарлау бізде өзі бар, иә, мысалы сабақтың басталуы, сабақтың ортасы, соңы тағы да сол сияқты. Мысалы сабақтың басында білім алушылардың қызығушылығын ояту үшін қызықты фактілерді немесе бейнеролик, бір шағын әңгімелер қолданса болады. Мысалы күлтегін түркі әлемінің көшбасшысы тақырыбында орхон жазбаларын үзіндісін көрсетуге болады. Яғни бұл балалардың басында, яғни сабақтың қызығушылығын ояту үшін, яғни олардың бір фокусын ұстап алу керек қой, яғни назарын. Одан кейін сабақтың ортасында дерек көздерімен жұмыс, яғни хронологиялық талдау, портреттік зерттеу сияқты әдістер пайдалану. Тарихи оқиғаларды талдау кезінде карталарды, диаграммалар және хронологиялық тізбектерді қолдану ұсынылады. Яғни бұл қай жерде, қай елде, қазіргі қай мемлекеттің территориясында болған оқиғалар туралы айтылу керек. Одан кейін сабақтың соңында білім алушылармен рефлексия жасап, талқылау немесе шағын қорытынды шығару керек. Мысалы, эссе немесе топтық талқылау арқылы сабақтың негізгі түйінін шығаруға болады. Бір қарай, қазір мен келесі слайдты ашсам. Дерек көздері мен оқу ресурстарын пайдалану. Мысалы, бұл жерде түпнұсқа құжаттар болады, иә, бізде мысалы тарихта, немесе архивтік құжаттар, яғни тарихи тұлғалардың өміріне қатысты түпнұсқа құжаттар, әдеби шығармалар, тарихи карталар мен бейне материалдарды қолдану қажет болады. Архивтік құжаттар, мысалы Ахмет Байтұрсынұлы қазақ жазуының реформаторы тақырыбында оның еңбектерінің үзінділерін немесе архивтік құжаттармен жұмыс ұйымдастыру. Интернет ресурстарын мысалы пайдалана отырып, интерактивті карталар немесе виртуалды музей экскурсиялары арқылы сабақ мазмұнын байытуға болады. Енді оқытудың белсенді әдістерін қалай қолдануға болады? Бұл жерде жобалы оқыту, рөлдік ойындар немесе дебат түрінде, бұл белсенді әдістерге жатады. Енді жобалық оқытуда білім алушыларға тарихи тұлғалар туралы, мысалға Қожа Ахмет Яссауи және оның рухани мұрасы тақырыбында білім алушылар Түркістан қаласының тарихи картасын жасап, Яссауидің рөлін сипаттай, мысалы, алса болады осы кезде. Рөлдік ойындар, тарихи тұлғалардың шешімдерін талқылау, рөлдік ойындар өткізу. Мысалы, Кенесары Қасымұлы тәуелсіздік үшін күрес басшылар рөлін ойнайды. Тамал. Так, одан кейін рөлдік ойындар. Рөлдік ойында тарихи тұлғалардың шешімдерін талқылау үшін рөлдік ойындар өткізу. Мысалы, Кенесары Қасымұлы тәуелсіздік үшін күрескен тұлға тақырыбында білім алушылар көтеріліс басшыларының рөлін ойнайды. Одан кейін дебат. Тұлғалардың тарихи рөлін талқылау үшін дебат ұйымдастыру. Мысалы, Нұрсұлтан Назарбаев тәуелсіз Қазақстанның тұңғыш президенті тақырыбында
тәуелсіздік жылдарын реформаларды талқылау. Ары қарай қарастыратын болсақ, білім алушылардың шығармашылық қабілеттерін дамыту, шығармашылық жобалар, тарихи тұлғалардың портретін салу, олардың қызметін шығармашылық жобалар арқылы көрсету. Мысалға, Абай Құнанбаев, қазақтың рухани көшбасшысы тақырыбында оқушылар Абайдың шығармашылығын өлеңдер немесе постерлер арқылы таныстыра алады. Сахналық қойылымдар жасасақ болады. Мысалы, сахналық қойылымдар мен рөлдік ойындар пайдалану арқылы білім алушылардың эмоциялық, зияткерлік қабілеттерін дамыту. Мысалы, өз практикамда қолданып жүрмін. Мысалы, 5 сыныпқа сабақ берген кезде мынау Томирис Кир арасындағы белгілі бір жағдайларды, парталармен соғысса, осы кезде екі тұлға арасында диалогтарды сахналық қойылыммен балалардың сабақ үстінде көрсеткен, үйде дайындалып келген кездері болды. Пәнаралық байланыс бізде қосымша құралдар, бұл жерде бұл әдебиет, география және өнер деп айтуға болады, қарастыруға. Мысалға, тұлғалардың шығармаларын және оқу және талдау, мысалы, Абайдың өлеңдері әдебиет сабағымен байланыстыруға болады. География ол тарихи оқиғалар болған жерлерді картадан көрсету, мысалы, қазақ хандығының құрылу кезеңдерін картадан белгілеу. Өнер, мысалы, тұлғалардың бейнесін жасау, тарихи оқиғаларды иллюстрациялау. Мысалға, қосымша әдістемелік құралдар ретінде хронологиялық кестелер, уақыт шкалалары, Вен диаграммасы, свод талдау қолданылады. Сондай-ақ тарихи тұлғалардың өмірі туралы викторина мен интерактивті ойындар өткізу тиімді. Оқытудың заманауи әдістері қарастыруға болады. Бұл цифрлық технологиялар, геймификация, жобалық және зерттеушілік әдіс. Енді бұл жерде өздеріңіз көріп отырғандай, бұл жерде Padlet, Kahoot, Quiz сияқты платформалар, тағы да мына жақтан қарап көріп таныса аласыздар.